Қайырлы күн достар, химия 8-ші сынып сутек, оттек және озон бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасын қарастырамыз. Екінші нұсқасының сілтемесі көрсетіледі, немесе төменде комментарий бөлімінде бекітілген және каналдан қарап көруіңізге болады. Тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма: зертханада сутекті алуға болатын реакция ол В реакциясы арқылы, яғни магнийға тұз қышқылын қосқан кезде магний хлориді түзіліп сутек газы бөлініп шығады. Реакцияны теңестірсек, мына жерде 2. Екінші тапсырма: суретте сутек газын алып берілген, суретте көрсетілген сутек газының физикалық қасиеттерін жазыңыз дейді. Практикалық жұмыста сутек газын алған кезде байқағандарыңыздай сутек газы түссіз, иіссіз, суда аз еритін, ауадан жеңіл газ. Және жиналған газ сутегі екенін дәлелдеңіз дейді. Ол үшін сутек газы толтырылған сынауықты жалынға ұстағанда пах деген дыбыстың шығуы сутек газы екендігін дәлелдейді. Келесі тапсырма: тізбектегі А затын анықтаңыз дейді. Ол жаңа айтылғандай тұз қышқылынан сутекті алу үшін оған біз магний қосатын едік. Сондықтан жауап А заты ол магний. Б затын анықтап реакция теңдеуін толық жазыңыз дейді. Сутекке мыс оксидін қосқан кезде су түзіледі. Және не түзіледі дейді. Ол әрине мыс купрум. Сонда Б заты ол мыс болып тұр. Сутектің қолданылуына мысал келтіріңіз. Сутек ол аммиак, тұз қышқылын алуда қолданылады, металдарды тотықсыздандыруда қолданылады, металдарды кесуде қолданылады деген мысалдар келтіруге болады. Келесі тапсырма: берілген суретте оттегі газын жинау барысында оның қандай физикалық қасиеттеріне негізделген дейді. Бірінші суретке қарайтын болсақ, оттегіні сынауықты жоғары қаратып, түтікшені төмен қарап жинап жатыр. Енді бұл жерде сынауықтың ішінде ауа бар. Ауаның массасы 29, ал оттектің молекуласы 2 атомнан тұрады, оның массасы 32. Сондықтан ауадан ауыр болғандықтан түтікшені төмен қаратып жинап жатыр. Ауадан О2 ауадан ауыр. Бірінші суретте. Екінші суретте бөлінген сутекті суды ығыстыру арқылы жинап жатыр. Яғни мына жерге оттек жиналған сайын судың деңгейі төменге қарай түсе береді. Сондықтан бұл суда аз еритіндігіне байланысты. Оттегі суда аз ериді. Осындай 2 жауап. Келесі тапсырма: зертханада калий перманганатын айырып оттекті алудың реакция теңдеуін жазыңыз дейді. Ол мінекей 2 калий марганец О4 шығады. Калий 2 марганец О4 плюс марганец О2 плюс О2. Келесі тапсырма: металдарды дәнекерлеу барысында ацетилен газын қолданылады. Оның жану реакция теңдеуін жазып теңестіріңіз дейді. Ацетиленнің мына жерде формуласы берілген. С2H2. Жану деген ол оттекпен әрекеттесу. Кез келген органикалық зат жанған кезде бірдей заттар түседі. Ол көмірқышқыл газы және су болу. Реакцияны теңестіретін болсақ, 2 еселеп жіберейік. 4 көміртек бізде, және сутегіміз 4 болып кетті, 2 қоямыз, оттегіміз 10 болып кетті, мына жерге 5 қоямыз. Осындай реакция теңдеуі болады. Келесі тапсырма: оттек және озон қасиеттерін сәйкестендіріңіз дейді. Енді оттек ол молекуласы тұрақты, 3 атомнан тұрмайды, ультракүлгін қорғамайды және фотосинтез нәтижесінде түзіледі. Ада сонда 1 және 4. Ал озон молекуласы 3 атомнан тұрады, О3 және ультракүлгін сәуледен жерді қорғайды. 2 және 3 ода. Оттектің қолдануына мысал келтіріңіз дейді. Оттектің қолданылуы ол тыныс алуда барлық жануарлар мен өсімдіктердің, адамдардың тыныс алуына қолданылады. Және медицинада қолданылады, тыныс алу аппараттарында. Және химия өнеркәсібінде түрлі реакциялар жүргізу үшін. Және оттек металдарды кесуде, пісіруде, яғни сваркада металдарды кесу, пісіруде. Тағы басқа мысалдарды келтіре беруге болады. Озон қабатының маңызын түсіндіріңіз дейді. Ол міне 3-те тұр. Дәл осыны мына жерге көшіріп жазсаңыз болады. Қорғайды. Жер бетінде тіршілікте ультракүлгін сәуледен қорғайды. Күннің ультракүлгін сәулесін. Мінекей осы тапсырманың барлығына дискрипtor бойынша 10 бал беріледі. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге бұл жылда сәттілік тілеймін.